Құрметті ата-аналар және заңды өкілдер, бұл бейнежазбада біз сіздің өтінішіңізді тоқтатым парағынан қалай шығару керектігін айтамыз. Тоқтатым парағы қабылдау жүйесінде қолданылатын кезекті бақылау және басқару механизмі. Ол алынған ваучерге мүдделілігін растамаған немесе белгіленген уақытта балабақшаға қабылданып үлгермеген пайдаланушылардың өтініштерін уақытша немесе тұрақты түрде алып тастау үшін қолданылады. Егер айтылған себептердің бірі бойынша сіздің өтінішіңіз тоқтатым парағына түссе, сізде тоқтатым парақтан өз өтінішіңізді алып тастау және кезекке оралу үшін 28 күн бар. Кезекке оралу үшін тоқтатым парағындағы өтінішіңізді мүдделі батырмасын басыңыз. 28 күн өткеннен кейін сіздің өтінішіңіз автоматты түрде жойылады және сізге ваучер кезегіне жаңа өтініш беру қажет болады. Назарларыңызға рахмет.